Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге осылай өте дәмді иісі мұрын жаратын пиязынан жасап үйренеміз. Ең алдымен жылы сүтке аштыққа саламыз. Және дәміне қарай кішігірім тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, осы массаны енді ұнға қосамыз және оны қасықпен араластырамыз. Қамырды осылай жартылай қасықпен араластырып болып, біздің өсімдік майымызды құямыз және ары қарай жұмсақ қамыр илейміз. Бізде үйде адам саны аз болған себептен мен аз ғана мөлшерде жасадым. Сіздер мен көрсеткен ингредиенттерді 2 есе 3 есеге көбейтсеңіздер болады. Енді қамырымыздың бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Осы уақытта пиязымызды осылай үйдегідей етіп турап аламыз. Мен осылай үйдегі пиязды қолдандым. Егер қаласаңыздар, жаңағы көк пиязбен істесеңіздер де дәмі өте керемет болады. Татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды аламыз. Мен осы қамырды 2 бөлікке алып, шағын етіп жасаймын. Егер де бөлмейтін болсам, онда біздің қамырымыздың көлемі өте үлкен болады, және оны ораған уақытта да біздің нанымыз қалың болып, біз ойлағандай жіп-жіңішке қатпарлы болып шықпайды. Міне біздің қамырымыз жайылып болды. Өте жұқа болып жайылады осындай. Енді осы қамырымызды жайып, біздің сары майымызды ерітіп, үстіне толықтай етіп жағып шығатын боламыз. Бір келкі етіп жағуға тырысыңыздар. Енді салмасын саламыз. Пиязды барлық жеріне тегіс етіп осылай орналастырып шықтық. Және қамырымызды енді видеодағыдай етіп осылай ораймыз. Біздің қатпарлы нанымыз дайын болып қалды. Енді осы күйінде пергаментке салып, үстін кішкене ғана басып, жұмыртқаның сарысын жағамыз. Өз қалауларыңыз бойынша кунжут, мак сепсеңіздер болады. Және бұны противенге орналастырып, пешімізге 200 градусқа 30 минутқа қоямыз. Беті қызарып піскенге дейін. Міне біздің қатпарлы нанымыз дайын болды. Өте тез дайындалады. Егер де сіздер де жасап көріп жатсаңыздар, міндетті түрде комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Алдағы жаңа рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналға жазылып, сіздер де менімен бірге түрлі тағамдар дайындаңыздар.